Биыл тәуелсіздігіміздің 25 жылдық ұлы мерекесі. Азаттығымыздың рухы асқақтар жыл. Халқымыздың тарихын тереңдеп білген сайын тәуелсіздігіміздің құндылығы арта түспек. Сол жолда басын бәйгеге тіккен батыр жайлы баяндасақ дейміз. Батырсыз ел, баянсыз ел. Қазақ халқының еркіндігі жолында жаным пида деп бар ғұмырын күреске арнаған, аты тірісінде аңызға айналған әйгілі Зұлқа Батыр. Зұлқа Батыр Сәбитұлының туғанына биыл 150 жыл толады. Ол 1866 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданының Кендірлік деген жерінде дүниеге келген. Зұлқаның әкесі Шығыс өңіріне аса танымал Сәбит молла, арғы атасы Нұр Мұхамед абыз. Әбілпейіз хан баласы Көкедайдың немересі Жеңіс хан Гүң ордасында бала тәрбиелеген. Қазақ, ұйғыр, дүнген, моңғол, араб, парсы, орыс, қытай, түрік қатарлы 9 тілді меңгерген, толық діни білімді, арғы бергелдің аужайына жетік, ақылы мен батылдығын қатар ұстанған батыр. Өзінен пана іздеп келгендерді ұлтына, дініне, нәсіліне қарамастан қарамағына алып, қанатының астына қорғалата береді. Сондықтан ел ішінде зәбір көрсең, Зұлқаны ізде деген тәмсіл сөз қалыптасады. Бүкіл қазақтар жағынан жақсы танылып білініп құрметтелетін, бірақ та 1991-92-лерде Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін әсіресе мынау соңғы жылдарда атамыздың жүрген жолы, тәуелсіздік жолы аңсағаны Қазақстанның тәуелсіздігі. Сол 1991-де тәуелсіздікті алғаннан кейін енді атамыздың арманына жеттік деуге болады. Біз ұрпақтар ретінде оның арманына жеткеніне қуанамыз. Зұлқа Батырда 1902-1903 жылдары ұстазы және нағашысы болатын Мөмен Ишанмен бірге қажғаттанды. Екеуін делегация басшысы ретінде екінші Абдулхамид Елді Сараятта ордасында құзырына қабылдады. Зұлқа Батыр қажылық сапарда Түркістанда жасырын ашылған бүкіл қазақтың құрылтайы мен Алматыда ашылған Жетісу мұсылмандары тұңғыш құрылтайына қатысады. Түркістандағы құрылтайды ұйымдастырған Бөлтай қажы Сәбит Дамолланың досы болатын. Осы жиынға Керей Сәбит Дамолла марқұмның ұлы Зұлқа Батыр қатысты деп айтылады Бөлтай қажы ұрпақтарының естелігінде. 1 мен 3-тің арасы. Бұл кезде қажылық сапарға барды дейміз. Бірақ осы кезде Зұлқа 1000 жұмыстарды істеген. Түркістанда үлкен 3000 адамдық, былайша айтқанда 28 елден жерден келген адамдардың тарихы, деректері бар. Сол жерде осы 3000 адамдық құрылтайға қатынасып, бұл сол кезде патшалық Ресей өкіметінің былайша айтқанда қазақ даласын басып алу негізінде, онан кейін Осман империясының күйреу негізіндегі бір тарихи кезең болатын. Сол кезде құрылтайдың мақсаты осы қазақ даласын қалай құтқарып қалу шапқыншыдан деген мақсат негізінде болған. Міне осы негізде құрылтайға қатынасады да, бұл осы сапарда қажылық сапарында бітіріп қайтады. Қажылық сапарын кешіктірген Зұлқа Батыр осы құрылтайдың болатынын алдын ала білсе керек. Сондықтан одан шет қала алмаған. Қазақтың тағдыры қыл үстінде қалып, бірнеше империяның аумағында бөлініп қалған бір ұлттың өміріндегі ең маңызды мәселелер шешілгелі тұрған мұндай басқосудан Батыр қалай қалсын? Алаш қайраткерлері осындай ортақ мұраттың жетегімен Батырдың ауылында болады. Батыр Зұлқаның алаш ордашылармен кездесіп, ұлы жиынға қатысуы кейін өз еліне барғанда әскер құруға негіз болды дегенде болжам бар. 1943-1951 жылдардағы Қытайдағы қазақ ұлт-азаттық көтерілісінің бас қолбасшысы Оспан Батырдың әкесі Сіләм Зұлқа Батырдың досы болғандығы жас Оспанды Батыр өз баласындай өсіргендігі айтылады. Сондай-ақ Зұлқа Батыр Оспанға қазақтың кері жақ батыр атанарсың деп бата беріп, ал Оспан өз кезегінде Зұлқа Батырды пірім дейді екен. 1920 жылдары Қызылдардың қудалауынан ығысқан Алашорда үкіметінің азаматтары да Зұлқа Батыр ауылын паналайды. Қағжау көргендерді құтқару, солардың есе теңдігін алып беру керек. Екіншісі, шапқыншы армия 1921 жылы Бәкіш деген Ақбатшы үкіметінен жеңіліп, қашып, оны Тарғатай арқылы Алтайды басып алады 11.000 адамменен, әскерменен. Осы әскер Бәкішшінің адамы Алтайды басып алып, Алтайға ойран осырын шығарады. Осы кезде тек Зұлқа ғана осыған қарсы шығып, қуып шығады Алтай бетінен. Арғы Монғолия өкіметі, сол кезде Монғолия армиясы 5 рет шапқыншылық жасайды.
осы шапқыншы армияның бетін қайтарады. Сөйтіп өзінің туып өскен отанын, мекенін қорғайтын үлкен бір тұлғаға айланады. Қазақ халқының еркіндігі жолында қазақтың соңғы ханы Кенесарыдай қапыда жаудың қолына түсіп, 1928 жылы Зуқа қажының басы алынады. Сарысүмбенің Қара көпірінің түстік жақ оң босағасына ілінеді. Зуқа батыр басының алынуы керісінше халықтың жауыз билікке деген қарсылығын туғызып, билік қажының қасиетті басын қайтарып беруге мәжбүр болады. Бірақ батыр өлгенмен оның даңқы өлмеді. Артындағы ұрпағы өрбіді. Зуқадай арыстан туған арда азаматтарымыздың азаттық жолында алысуы бүгінгі ұрпақтың жадында жатталуы тиіс. Өзінің кіндігінен 11 ұл 3 қыз болған. Сол 11 ұлдың 4-ші баласы Чадеттің баласымын. 150 жылдығын құттықтап жатырмыз. 150 жылдық барлық қазақ баласына құтты берекелі болсын дейміз. Қазақстанның 25 жылдық егемендігі де құтты берекелі болсын. Халқымызға жақсылық кетірсін, қуаныш кетірсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осындай үлкен аталарымыздың бұрынғы халыққа істеген қызметтерін еске алып, халқымызға жариялап өте берейік деп ойлаймын. Шүкір, Құдайға шүкір. Бүкіл қазақтардың ең үлкен қуанышы әрине ата мекен Қазақстанның 1991 жылы 16 желтоқсан күні тәуелсіздігін жариялау еді. Қазақ халқы үшін тәуелсіздік пен еркіндік жаннан қымбат құндылықтар. Зуқа батыр жайлы Қытайда 2 тарихи роман дүниеге келді. Оның бірі Батырхан Құсбегиннің Зуқа батыр романы болса, екіншісі Қажығұмар Шабданұлының Пана романы. Сондай-ақ Зуқа батырдың кейінгі ұрпақтары туралы жазылған Баяхмет Жұмабайұлының Сағыныш романы бар. Зуқа батыр туралы жырланған жыр толғаулар, айтылған арнау жоқтау, аңыз әңгімелер, жазылған хикаяттар да бірнеше кітапқа жүк боларлық. Зуқа батыр туралы Монғолия, Түркия, ақш, сондай-ақ Еуропаның бір шама елдерінде тарихи зерттеулер мен әдеби шығармалар жарық көрген. Ал биылғы жылы Зуқа батырдың 150 жылдығы Түркия, Франция, Қытай, Ресей сынды әлемнің 10 шақты елінде аталып өтілді. Талдықорған, Астана, Алматы қалаларында салтанатты шаралар жүргізілді. Ал бүгінгі той осы жыл бойы жасалған жұмыстарды қорытындылап, батыр рухына тағзым ету. Айдаһармен алысқан есіл ердің есімін ел есіне салып, халықтың рухын көтеру.